Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерменен балықты қуыру әдісімен және де қандай лайфхактар қолданамын, сол жөнінде бөліскім келеді. Егер де менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып және қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен достар, қуыратын балығымызды сыртқы қабыршақтарынан тазалап, жақсылап жуып және де турауға ыңғайлы етіп кесіп аламыз. Бастарды да осылай жақсылап бөлеміз. Майға барлығы бататындай болу керек, жақсылап пісу үшін. Сондықтан да мен осылай кесіп алдым. Сковородкамызға майды осылай балық бір шеті толық бататындай етіп құйып аламыз. Астындағы отын қаттыға қоймаңыздар, орташадан кішкене төменге қойыңыздар. Себебі балық асықпай қызарып, барынша пісуі қажет. Және де балықтың қатты күйіп кетпеуін қадағалау қажет. Осылай қызарып екі жағында пісіріп алғаннан кейін майдан алуға болады. Егер қатты отта пісіретін болсаңыздар, сырты қызарып піскенмен ортасы піспей қалуы мүмкін. Ал егер де жай отта пісіретін болсаңыздар, ол балығыңыз сіздің сковородкаға асты жабысып қалады. Осы балықты қуырған майымызды бір ыдысқа құйып, сковородкамызды тазалап, қайтадан осы таза майдан кішкене май құйып аламыз. Енді картоптарымызды қуыруға кірісеміз. Мен балықпен бірге картопты ұсынамын. Картопты осылай орташа етіп жақсылап турап аламыз. Сосын дәміне қарай тұзбен бұрышты салып араластырып аламыз алдын ала. Қызып тұрған майымызға осы картопымызды салып, қып-қызыл етіп, әр бетінен аударып, қуырып аламыз. Қызарып осылай піскеннен кейін үстіне кішкене су құямыз да, оттың астын ең жайына қойып, бетін жауып қоямыз. Енді буымен пісетін болады. Осы сәтте қаласаңыздар балықты бетіне қойып булап пісіруге де болады бірге, бірақ мен балықтарды бөлек ұсынғанды дұрыс көремін. Енді сіздерменен маринадталған пияздың рецептімен бөліскім келеді. 400 грамм ыдысымызға 200 грамм суды құйып аламыз. Енді бір ас қасықты толтырып 70%-тік уксусты қосамыз. Немесе 9%-тік уксус болса, содан 2 ас қасық қоссаңыздар болады. Сосын бір ас қасық тұз және де бір ас қасыққа толтырмай қант қосасыздар. Енді осыны жақсылап араластырамыз да, пиязымызды салып, жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Бұлай маринадталған пиязды балыққа да және шашлыкке де қолдансаңыздар болады. Тәбетті ашып, ерекше сән беретін болады. Жарты сағаттан кейін пияздарды жақсылап сығып алып, балықтың бетіне жақсылап сеуіп қоямыз. Мінекей достар, біздің балықтарымыз дайын. Осындай әдемі болып, қып-қызыл болып қуырылып шықты. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.